Таразға тартып көрсек бола ма? Болады, мінекей таразы. Ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында әр жұмада ұлттық тағамдарды балаларға беру жобасын бастағанбыз. Ол Елу граммнан ең бір қуанышты нәрсеміз сол стенд кабинетімізге келгені. Ол жерде Буфет жоқ па сіздерде? қанша жыл болды? Буфет жоқ. бізде ат спорты үйірмесі жұмыс жасайды. Осы бір жылдан бері газға өте қуаныштымыз. Мемлекетімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алға қойған мақсатымыз біздің балаларымызда сондай көшпенділер ұлттық ойынның құрамасын қатарына кіргізу. Спорт шеберлігін алуға Қазақстан біріншілігіне жарысқа кетті. Біз біргеміз, бәрін бірге жеңеміз. Біз республикадағы үздік 100 мектептің қатарына ендік. Мемлекет осындай жағдай істеп отырғанда неге біз жұмысымызды атқармасқа? Республикамыз Қазақстан мемлекетінің білім министрі Ғаныбек Сембаевқа, жоғарыда отырған елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаевқа өз алғысымды айтамын. Мемлекетімізге шексіз ризамын. Балдарымыз үшін жол кіре, тегін тамақ, барлығыны, жатақхана, барлығы тегін олимпиадаға барған. Жаңағы аз қамтылған отбасына берілген тамақ, ет тамақ. Байқап тұрсаңыздар да өздерінің рахметтерін айтып кетеді. SMP деген компилятор. Сол компиляторлармен біз мектептен тыс оқушыларды дайындаймыз. Газым қосылғаны 3-4 күн болды. Мектебің жылулығы бір қалып болады. Жер жүзі мемлекеттерінің ішінде ең мықты мемлекет етіп таныту үшін осы жастардың қолында деп оларға әр кезде демеу қолдау көрсетіп отырамын. Қазақстанда қазір машиник дегендер көбейіп жатыр. Солардың алдын алғым келеді. Қазақстанның экономикасын көтеретін азамат болғысы келетінін айтты. Сынаманы көрсек бола ма? Бүгінгі сынама. Еттің лицензиясы бар ма? Қаяқтан келіп жатыр? 250 грамм Өздерінің түсіріп атқан артық затқа рұқсат бермейді. Еті қанша грамм болу керек негізі? Біздің мектеп аралас мектеп. Әрбір мұғалім Қазақстанда тұрғаннан кейін мемлекеттік тілді білуге міндетті. Үкімет жағынан жәрдем керек болса, тек барлығы бар. Тек қана біз оқу және оқу. Мың жерде оқып келген психологтың, күшті психологтардың бірі. Мен бұл мектепте көптеген жетістіктерге жеткенмін. Мәселен, қараша айындағы лингвистикалық олимпиадада бірінші орын алдым. Осы кабинеттің ішіндегі барлық нелердің барының іші 17 миллион бір кабинетіміз. Қазір балдарды еліктеп кететін веб әлемі, буллинг, кибербуллинг деген мәселелер көтеріліп, сол мәселелерді жолға қою. Мектептегі жылу қанша градус болу керек? 18 градус болу керек. Балалардың қауіпсіздігі үшін барлық азаматтарды тексеріп шығамыз. Күнде алып отырасыздар осы сынаманы? Аналарым ай, бізге мирас иманың мен сабырларың ай. Жүрген жерінде тарихымды айтып, сезініп, оқыса ғана Қазақстанның патриоты болады. Қазір болады. Қысылмайды, ұялмайды, еркін, ойлары еркін. Осы таңға дейін көмір жағып кетіп, осы аптаның ішінде газға қосылу керек. Аудан мектепке не қажет қазір бәрін беріп отыр. Бұл жерде ет қосылған жоқ па? Пастерленген сүткен пісіргенбіз, тарық несі. Сармай бөлек сияқты, не бөлек. Бар кепші, бар. Қашан бермейші. Ең тапсырған қарсы. Бір сағатта 3 кило ешті. Машин келмейді. Ресторанында да көп 25 бөлме салады. Тазалыққа жақсы екен, самылланы, келең тазалық. Не деген бөлме? Өте тамаша мектеп, өте тамаша асхана. Әр мектептер осылай болса шықпайды. 12 машина қазіргі таңда жұмыс жасайды. Жұмыс жасалады 12 машина. Тегін үйірмелеріміз бар. Сол үйірмелерге барлық пәнден бар бізде, барлық пәнден. Мемлекет басшыға, облыс басшыларға, аудан басшыларға алғысымыз шексіз. Қампылау мер жазылмаған? Барлығын егелері бір сияқты ма олар? Жоқ, қабылдаған жоқпыз. Балдарға берген неңіз бар ма? Пловыңыз, жайындеріне сағат жеткізді ме? Иә, 16 сағатпен қамтылған. Қарап болған дейін қанша адам істеді? Жылу жүйесі осы күнге де ешқандай ақаусыз шықпаған, бір қалыпта жұмыс істеп тұр. Қалауға ауыстырдыңыз. 10 грамм қайсы немен өлшейсіз? Неде бардың ақыланымыз бар. Ыстық тамағымен таныссақ, қандай болады? Балдар қандай тамақ жеп жатыр? Ас адамның арқауы дейді ғой. Сапалы
балдар тамақтанса әйтеуір денсаулығына мынау бәрібір қайнатылған макарон дейді. 2 рет істейміз. 165 бола ғой. 2 бөліп береміз, кісімен 12 бөліп істейміз. Салмағы өзіңкі ма жалпы? Тура өзі. Кемекілер жетпей қалғанында жоқ па? Көрсек бола ма? Бір күндік балаға берілетін, басқа балаға берілетін шама. Мына бір балаға Таразға тартып көрсек бола ма? болады, мінекей таразы. Кешетін істей берейік таза. 50 граммнан несі бар, тағының салмағы бар. Мынау бір баланың салаты. Несі мына тарелканың салмағы. Мына бір балаға берілетін нан 20 грамм. Не? Алмас. Қайта тоже осыны қайталағанбыз. Неше жыл өтіс дегеніміз көрген қалқымыз берді. Сынама алып отырасыздар ғой? Сынама. 147 баламызда 18 оқушы, 16-сы аяз күнін 5 шығасынан 2 барлығымыз бірлік танытпен ата-аналар тарапынан келіп шағын дәптер несіне келіп ұсыныстарын жазып айтып. Буфет жоқ па сіздерде? Қанша жыл болды? Буфет жоқ. Тамақ істейтін жеріміз. Мына жақтан не алып бер? Тамақ істейтін жер. Анау не жақ, шар, анау үйлеріміз тұрады. Желдеткіш барлығы істеп тұр. Вот қазір мына нелерді көрек, қойманы. Қойманы кейін нанимать етіп жатыр, мынаның бәрін сояққа шығарамыз, стеллаж әкелген жоқ әлі. Істер көрмеді. Мынаның бәрін соға сақ қойдық мынаны. Арнайы ыдыстарда. Енді мыналардың бәріне стеллаж әкеліп бәрін. Морозильниямыз бәрі сақ қойған. Еттерді сақтайсыздар. Майымыз, етіміз, торбымыз. Еттерді лицензиясы бар Лицензиясы. көліктермен, сертификаттармен өткізді. Қандай не Күнделікті не алатынымыз бұл. зиянды заттарын штаб кетсе жоқ. Күнделікті пайдаланатын заттар. 23 жылы тез арада смета дайындалып, облыстық бюджетке жөнелтіліп, осы біздің мектебіміздің осы едені өте қатты ескіріп кеткен еді, сол кафедрі қайтадан ауыстырылып, бюджеттен бізге қаржы бөлінді, сонымен қатар бізге жаңағы оқушыларға отыратын бастауыш сыныпқа және жоғары сыныпқа бөлек парталар берілді, орындықтармен, сонымен қатар стенд кабинетін алдық. Біз енді ең бір қуанышты нәрсені сол стенд кабинет бізге келгені, ол жерде 22 миллиондық бір кабинет берілді, оның ішінде түрлі жаңағы өзіне қажетті жаңағы оқушыларға қажетті материалдармен және үлкен панельмен берді. Сонымен қатар биылғы мынау 2024 жылғы бюджеттен біздің мынау пайымызде пластиктері ескіріп тұрған еді, жел тұрғанда қатты кішкене жебетеді, осы пластик ауыстырылды және оқушыларға жаңағы мектепке кіру мынау несі аймағы өзгертіп тұрған мектептің алдынан осындай жаңағы кіру есігі бізге мемлекеттік бюджеттен жасалынды. Сонымен қатар бір қуанып айтылатын жағдай бізде 24 жылы қаңтар айынан қазір тура 1 жыл болып тұр, біз газға көштік. Бұрын көмір жағатынбыз, көмірмен жағылатын мектеп жағдайын жақсы білесіз. Бірде салқын, бірде жылы, бір температурадан ұстай алмайтынбыз. Одан кейін көмір әртүрлі сапамен берілетін, оның таулығы алады, оның шылады шығады, әйтеуір оның несі өте көп тұғын. Осы 1 жылдан бері газға өте қуаныштымыз, мемлекетімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында біздің мектеп аптаның жұма күні ұлттық күн болып есептелінеді. Біз мектепте былтырғы жаңағы асханадағы жеке кәсіпкермен де жаңағы келісіп, оның үстіне ата-аналарымыздан түрлі кәсіп саласында жұмыс істейтін ата-аналарымыз
бізге демеуші болып, біз әр жұмада ұлттық тағамдар тігіп бергенбіз. Біз толық, мысалға бізде 465 оқушы болатын болса, сол күні 465 оқушымыздың барлығы асханадан тегін тамақтанады. Аналардың демеушілігімен ол күні бізге не беріледі, ол күні бізге ұлттық тағамдар беріледі. Яғни сүттен жасалынған тағамдар құрт міндетті түрде болады, бауырсақ беріледі, енді түрлі ұлттық тағамдар беріледі. Керемет, ол күні біздің балаларымызға бәрінің көңіл жақсы, 465 оқушының барлығы рахметін айтып, сол күні тегін тамақтанады. Ұлттық құндылығымызды сайлайтын қазақтың нағыз патриотымыз деп айта аламыз. Керемет, керемет. Енді біздің 67-ші Көмешбұлақ жалпы білім беретін мектеп аудандағы бірден бір мына ұлттық құндылығымызды дәріптеп жатқан, осы біздің өсіп келе жатқан өскелең жас ұрпақтың бойына сіңіріп жатқан бірден бір білім ошағы деп толық айта аламын. Оған куә, жаңа сөзімнің басында да айтып кеттім, былтырғы 24-ші жылы біздің мектебіміз толық ұлттық құндылықтарды әр жұмада ұлттық тағамдарды балаларға беру жобасын бастағанбыз. Ол біздің ата-аналарымыздың демеушілігімен әрине жүріп жатыр. Өйткені балалар қазіргі таңда энергетикалық сусын, тез дайындалатын фастфудтарға өте қатты тәуелді болып қалған. Солардың алдын алу мақсатында неге өзіміздің ұлттық тағамдарымызды дәріптемеске, неге соны балалардың бойына сіңірмеске деген мақсатпен сол жобаны қолға алғанбыз. Тек қана тамақтану емес, біздің мектебімізде мына үлкен үзілісте асы ойнайды балаларымыз, тоғызқұмалақ ойнайды. Онан кейін бізде мектебімізде бір мақтанатын жағдай, бізде ат спорты үйірмесі жұмыс жасайды. Ол жерде біздің балаларымыз көкпар мен жаңағы теңге алу ұлттық спорт ойынына қатысады біздің балаларымыз. Қазіргі таңда 32 оқушымыз сол үйірмеге қатысады. Мына ұлттық құраманың үздік жаттықтырушысы өткенде қыркүйек айында бізде мынау көшпенділер ұлттық ойыны болды ғой. Сол кезде сол кісі сол басы қасында болды. Кейін Түркия еліне барды. Біздің енді алға қойған мақсатымыз біздің балаларымызда сондай көшпенділер ұлттық ойынның құрамасының қатарына кіргізу. Енді соған жұмыс жасап жатырмыз. Ол тренер негізі өзі іздеп келді мектепке. Сол жерден жаңағы осы ұлттық құраманы дайындайтын жер екен. Сол жерде тренировка өткізіп жатқанда біздің балаларымыз мына сайға шығып өздері көкпар тартып жүр екен. Ойнап та балалар. Содан ойландым дейді, мына ауылдың балалары атқа мінеді, бір көкпар тартып, бірақ техникасын білмейді дейді. Соны техникасын үйретіп, болашақ біздің көкпаршыларымыздың қатарына қосуға деп өзі іздеп келді. Мен әрине оны қуана қарсы алдым. Бізде сонымен қатар мектепте тоғызқұмалақ үйірмесі жұмыс жасайды. Көгалдағы хоккей дегенді естігеніміз бар, спорт түрін. Сол біздің облыста өзі енді ғана ашылған екен. Екі жерде ғана жұмыс жасайды. Біреу біздің мектепте көгалдағы хоккей, біз уже республикалық жетістіктеріміз бар одан көгалдағы хоккейден. Ол да бір керемет спорт. Бізде бар. Біздің балаларымыз қатысады, және мына жерде Green School деген жекеменшік мектеп ашылған. Сол мектептің алаңында дайындалады. Сол мектептің оқушылары қатысады. Біз екі мектептің оқушылары. Бізге ол Түркістан жаңағы спорт басқармасынан бізге солай тренерлер келіп бізді балаларын жаттықтырады. Сонымен қатар бокс бар бізде, еркін күрес бар. Еркін күрестен әйелдер арасында деп айтылады екен ғой. Сол жерде біздің 8-ші сынып оқушысы Қостанай қаласы Жітіқара деген ауданында болған республикалық турнирден 2-ші орын алып келді. Қызымыз еркін күрестен. Енді қазір бокста 7-ші кластың оқушысы Әлібек Нұрсұлтан деген жаңағы спорт шеберлігін алуға қазір Қазақстанның біріншілігіне жарысқа кетті. Сондай жетістіктеріміз спорт саласынан да өте көп бізде. Сонымен қатар ең бір шоқтығы биік деп айтсақ болады, 2024 жылы мынау оқушыларымыздың 4-ші, 9-ші сынып оқушылары бізде сыртқы бақылау деп айтылады, модо дейді. Білім алушылардың білім жетістіктерін бағалау, мониторингісін, бұл білім сапасын бағалау, сол тест тапсырған кезде біз республикадағы үздік 100 мектептің қатарына ендік. Ең жоғарғы көрсеткіш көрсеткен мектеп деп. 2-7 сыныптар арасында зерде ғылыми жоба байқауы өтеді. Сол жерге оқушымыз 6-шы сыныптың оқушысы Бақтай Айшабегі ауданнан бас жүлде алып, кеше облысқа барып, өзінің ғылыми жобасын қорғап, 3-ші орын жеңіп келді. Біздің осындай жетістіктеріміз бар, Елімізде ұлттық құндылығымызды дарыту мақсатында осындай игі істер, жұмыстар атқарып жатыр екенсіздер. Өте біз риза болып жатырмыз. Негізі барлық мектептерде қарқынды дамыту керек секілді. Осында біздің былтыр сол ұлттық құндылықтар жобасын қолға алған кезімізде бір ата-анамыз қатты өзі риза болып, осы киіз үйді бізге өзінің қаражатымен жасап әкеліп берді. Осы сіздерге одан сайын бір үйлесіп,
осы бір құндылықты әрі қарай дәріптеуге өзінің несін ықпалын тигізсін деген мақсатпен рахметімізді айтамыз. Одан кейін бізде мынау 23 жылдың наурыз айында автобус берілді. Мына көрші ауылдардан бізден 28 оқушы тасымалданды. Сондай жетістіктеріміз өте көп. Мемлекет осындай жағдай істеп отырғанда неге біз құлшынып жұмыс атқармасқа? Неге біздің болашағымыз балаларға осындай тәлім тәрбие беріп, солардың болашақта үлкен жетістікке жетуіне қолдау көрсетпеске деп сол бар ынта-шынтамыз салып қызмет атқарып жатқан жайымыз бар. Мектебімізде ұстаз қызмет атқарған Нұриденова Күләш апамыздың атына осы актовый залды беріп, сол кісінің ұл-қыздары келіп, осы біздің актовый залымыздың перделеріне, тағы басқа аппаратурамыз бар, керекті заттарымызға демеушілік жасап, сол кісінің атына осыны бердік. Әрине, есімін берудің өзінің үлкен несі жаңағы тарихы бар. Ол кісі кім болды, бұл жерге не себептен есімі берілді деп мына жерден оқып, біздің балаларымыз апамыздың осы ауылда тұрғанын, осының еңбегі бар екенін үлгі етіп десін. Міне осы қызымыз кеше ғана облыстық кітапхана жобасына қатысты. Өте керемет те жоғары деңгейде бағалады. Кімнің шығармасымен қатысты? Күн астына күнекейіміз деген ертегісіне. Ертегімен қатысты, иә? Күн астындағы күнекейіміз деген. Ол жерде қандай тапсырма берілді? Кітапхана жобасында жалпы не істеу керек екен? Ол жерде сұрақтар қойылды және бір-бірімен қарым-қатынас араласуды айтып бізге сол күн астына күнекей қыз ертегісін тапсырып берді. Балалар, мынау қазіргі кезде мына телефонға біз тәуелді болып баратырмыз ғой барынша. Енді мынау оқулы кітапты оқу біздің сөз қорымызды байытады, сөз қорымызды молаяды. Сондықтан мынау оқуға құштар болғандарына өте қуаныштымын. Жақсы, барлықтарың осылай мықты біздің жазушыларымыздың шығармасымен танысып, өздерінде сондай шығармалар жазу дәрежесіне жетіңдер деп тілеймін. Бүгін таңғақта 3 түрлі жармадан отқа сүтпен жасалынған. Одан кейін сүттері бар. Ол ауызы жер болған кейін сүт пен шайды бірге қоямыз. Бала қалаған сүтті біреулер сүтпейміз дейді өздері айтады. Бүгін жұмыртқа бар. Одан кейін жаңағы майлары бар. 15 граммнан май беріледі балдарға. Одан кейін мынау аз қамтылған отбасымызды. Аз қамтылған отбасы алғанда сағат 9:30-да келіп, олар ішіп кетті. Қалғаны түстен кейін ішіледі енді. Ол жерде бүгін бұршақ сорпасы сүйекте қайнатылған, мына қара құмық етпенен, одан кейін мынау қызылша, сырмен, кесел, мынау алма жемісі, өте қаранан 25 грамм болды, бірақ енді мен артықтау қоя беремін де, қоймасам өздері біледі. Мынау енді кешегі нелеріне алып қойған. Самалардың кешегі тамақтарды оларына. Бұл мынау таңғақтың ботқасы. Мынау жаңағы аз қамтылған отбасына берілген тамақ, ет тамақ. Мынау түстен кейінгі балаларға таным берілді. Балдардың жаңағы тамақтануына ешқандай кемшіліктер жоқ па? Білмеймін енді маған ата-аналар не келген емес. Жиналыс болады, жиналыс болған кезде ата-аналарға кірсін деп сөйлеймін. Кіріп, ата-аналар өздері тамақтанып кетеді, төлейді балдарымыздың тамағында. Өткенде бір 5 ата-ана келіп, осы түстен кейін келді олар. Жиналыс біткеннен кейін класстарында жиналыс болған. Сол кезде отырып, балдар не жеп жатыр, соны қойды алдарына. Көріңдер дәмі. Мынау неміз, салатымыз, мынау тамағымыз, мынау неміз деп. Әйтеуір дәмді деп кетті, білмеймін енді, бірақ айттым. Кемшілік не уақытта бәрінде кемшілік болады, айтыңыздар деді. Балдардың өзінен де сұраңыз, балдар рахметін айтып, апай Алла разы болсын деп кетеді мына балдар. Енді мен өз-өзімді мақтамай ақ қоямын, бірақ енді балдардың айтып жатқанын. Қазір байқап тұрсаңыздар да өздері рахметтерін айтып кетеді. Дәмді ма тамақта? Жұмыртқа жедіңіздер ма? Ренжістер ма? Ақпарат мектебінде 2024 жылдан бері отырған газ қосылып, құда қаласа мектепке табиғи газ қосылды. Республикалық бюджеттен ақша қарастырылып, міне газымыз қосылғанға 3-4 күн болды. Мектебіміз жылулығы бір қалып болып құда қаласа. Барлығы жақсы, міне балдар да, мұғалімдер де
қуаныштың шек жоқ. Тоқтаров Инамжанның мамасымын. Мен өз балама сынып жетекшілік етемін. Бұл орында өз мектебіміздің ұжымына, оның информатика пәні мұғалімі Сулайманов Давлатқа және Сайрам ауданының білім бөлімі, Түркістан облысының білім басқармасына және республикамыз Қазақстан мемлекетінің білім министрі Ғаны Бейсенбаевқа және барлығын ретке салып отырған осы білім саласының дамуына үлес қосып отырған, жоғарыда отырған елбасымыз Қасым Жомартұлы Тоқаевқа өз алғысымды айтамын. Осындай Қазақстан мемлекетінде өмір сүріп тұрғаныма ризамын. Өз оқушыларымны да, баламны да патриот болуға шақырамын әр кезде. Балам айтады, мен шетке шығып оқысам қалай болады екен дейді. Сенің шетке шығып оқуың үшін біздің мемлекетіміз саған қолдау көрсетіп отыр. Оған бар деймді. Ал бірақ сен осы Қазақстанға келіп өз біліміңді осы отаның үшін жұмса, қызмет ет. Сен біздің баламыз емес, сен тек қана біздің баламыз емес, сен осы Қазақстан мемлекетінің да баласысың деп айтамын. Әр кезде осы Қазақстанымыздың дамуы үшін бүкіл жер жүзі мемлекеттерінің ішінде ең мықты мемлекет етіп таныту үшін осы жастардың қолында деп оларға әр кезде демеу, қолдау көрсетіп отырамын. Қазіргі күнде менің 6 бала шағам бар. Әрбір баламдың жақсы оқып білім алуы үшін әр кезде біз атана папасы екеуміз де қолдау көрсетіп отырамыз. Өйткені бұл өмірде біздің басты мақсатымыз тәрбиелі, саналы, білімді ұрпақты тәрбиелеу. Мен биыл ауыл олимпиадасының республика кезеңінен бірінші орын алдым, облыстық кезеңінен де абсолют бірінші орын алдым. Мен бұл жетістіктеріме жету себебі оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев. Өйткені ол бізге осындай ауыл жастарына үлкен жетістікке жетуге жағдай жасап жатыр. Тағы мектеп басшыларына, ұстаздарыма, Аксис оқу орталығына алғысым шексіз. Өйткені Аксис оқу орталығында Мақсұт Елтаев деген ұстазым бар. Ол маған математикадан түрлі алгоритмдер, түрлі формулалар үйретті. Ал информатика оқытушым Сулайманов Есдәулет және Қадырқұлов Бақтияр ұстаздарыма өте үлкен алғысым шексіз. Осы білім бөлім басшысы Ахмедов Бауыржан ағайымызға рахмет, өйткені осындай оқуымызға жағдай жасап жатыр. Жастар үшін барлық мүмкіндіктерді жаратып беріп жатыр. Болашақтағы арманым кибербезопасность саласында оқу. Өйткені Қазақстанда қазір мошенник дегендер көбейіп жатыр, солардың алдын алғым келеді. Өзім жастарға айтарым, өз еліңізге қызмет етіңіздер, осындай білімді болып, үлкен жетістіктерге жетіңіздер. Бұл Инамжан Тоқтаровтың жетістіктеріне жеткен нелері, біріншісі біз осы мектептен тыс оқушыларды дайындаймыз. Немен дайындаймыз? Англия мен Россияныкі Кембридж университеті мен Россияда Итмо университеті бар. Сол университетінікі ағылшынша, орысша дайындаған компиляторы бар. Code of August. И ASMP деген несі бар, компиляторы. Сол компиляторлармен біз мектептен тыс оқушыларды дайындаймыз, алып келеміз. 2021-ден бастап осындай дайындаймыз. Этап-этаппен 5-ші сыныптан бастап аламыз, тағы 10-ші классқа дейін. 11-де ала алмаймыз. Себебі не үшін? Ол УБД-сы бар, соны кетіп қалады. Бұл Тоқтаров Инамжанның туған інісі бар. 7-ші класста былтыр Неш Билл дарын мектептер арасында облыс бойынша 2-ші орын алды, бірақ республикаға өте алмады. Биыл Құдай қаласа ауданда 1-ші орын алып, 8-ші класста неге облысқа өтті. Құдай қаласа кейінгі айда уже облыс болады, облыс іріктеу болады республикаға өту үшін. Тағы оқушыларымызға осындай қатысып жатқан 5-ші класстан 11-ші классқа дейін оқушыларын жетерлік. Оның әпшесі қазір өзіміздің 11-ші класста оқиды. Ол әпшесі қызыл аттестат егері, алтын медаль егері болып есептеледі. Мынандай айтқанда олардың бәрі мамасы да, әкесі де мұғалім, балдарды үздік дайындаған. Білімді барлық олар пейнеттеріне не істеп жатыр, мен көріп жүрмін, барлығыны сол балдарына тігіп жатыр.
қарасаңыз бағана қосымша сабақтарға беріп жатыр, уақытысында жұмыс істетмей тек қана оқу. Құдай қаласа біздің Тоқтаров Инамжан, Тоқтаров Жасур, Тоқтарова Шадияна біздің республикамыздың келешек, болашақ экономикасын көтеретін балдар деп есептеймін. Себебі Құдай қаласа Инамжанның ниеті бар, Англия, Америка сияқты үлкен нелерде IT, Information Technology, IT саласында оқып, Қазақстанға келіп, Қазақстанның экономикасын көтеретін азамат болғысы келетінін айтты. Сол келешекте Құдай қаласа ниетіміз сол. Баламыз келешекте осы жерде шығып жатқан балдарымыз бәрі шетелге шығып оқып, Қазақстанымызды дамитын балдар болуына тілектеспіз. Мемлекетімізге шексіз ризамын. Себебі біздерді әрдайым қолдап жатыр. Біріншісі барар кезінде балдарымыз үшін жол кірет, тегін тамақ, барлығыны, жатақхана, барлығы тегін олимпиадаға барған. Оларға шексізім аласыз. Себебі біз барамыз, күтіп алады. Барлығын жағдайлар жасалған. Балдар үйінде де бір кездер балдардың үйінде де жататын жатақханалары, тамақтары бәрі жақсы. Барлық жағдай жасалған. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа мен алғысым шексіз. Біз ұстаздарды қолдап, осындай ұстаздарға жолдар ашып беріп, әрқашанда қолдап, әрбір жұмыстарға әуре қылмай, мұғалім өзініңкі несіне мектебінде жұмысын жасасын, оқушысымен жұмыс істесін, ата-аналармен жұмыс істесін деп осындай заңдар шығарып, министріміз оның алда қазіргі Ғани Бейсебаевтың алдын Асқар Аймағамбетұлы осы бізді неде министр болған кезінде басқа жұмыстарға вообще кірмейтін қылып жағдай істеп берді. Ол кісіде шексіз, алғысым шексіз. Президентке жалпы жағдайларын бәрі жасады. Сол үшін мені Құдай қаласа пәндік олимпиадаларда, международный олимпиадаларға қатысып жатырмыз. Международный олимпиадаларға қатыстық, өкінішке орай орынға ене алмадық. Сол дардың барып келу бәрі жағдайлар республиканский неден бюджеттен бөлініп жатыр. Үй-лағманы, екінші ауысымға. Жұмыртқасы бар, шаймен. Қанша грамм тамақ беріліп, қайсысы? Міне 18 жасар мен 15-18 жасар балдарға 250, ал қазіргі балдарға 200 граммнан. Ас болсын. Тамақ дәмді ма? Заттардың бәрі, пешкалардың бәрін жаңадан алып келінген, барлығын өздері пісіреді. Артық заттар сатылмайды. 250 грамм кішкентай балаға. Жеңіл ғой анау несі тарелка. Тамақта 200 граммнан кем бермейді. Жақсы беріп жатыр тамақты. Сынаманы көрсет болады ма? Бүгінгі сынама. Азанда берілген тамақтың сынамасы. Бұл баяғы жұмыртқа. Қазір бүгін беріліп жатқан тамақтың сынамасы. Сорпасы отдельно, макароны отдельно. Азанмен кіреміз, тазалығын тексеремін, қандай тамақ дайындалып жатыр, соны бір қатар тексеріп шығамын. Кейінше балдардың тамағы дайын болған кезде тағы бір акираж журналымен кірем, тамақты жазам, менюін жазам, балаларға беріп жатқанын бәрін қадағалап тұрамыз басында осылай. Тамақтан кемшіліктер болған ба жалпы? Жоқ. Болмаса ата-аналардан арыздар түскен? Жоқ, ондай. Жақсы бәрі. Жоқ, тіркелмеген. Бәрі орынды беріліп жатыр. Орынды беріліп жатыр бәрі. Ата-аналар келіп, көріп кетуге мен өзім рұқсат сұраған уақытта мен рұқсат беремін. Еті қанша грамм болу керек негізі? Тамақта еті қанша грамм болу керек? Жауаптың асхананы. Қанша? Бала жасына қарап, 200 берем. 50 грамм, 80 грамм. Еті қанша грамм? 50-80 грамм орталықтарында берем. 80 грамм. 200 грамм. 200 грамм жоқ еді. Тамақтың граммы мөлшері сол. 200-300 бала жасына қарап. Жалпы 200 грамм делінген, 250 грамм делінген жасына қарап та баланың. 6 жастан 11 жасқа дейін. Еттің лицензиясы бар ма?
Қаяқтан келіп жатыр еді? Етті жалпы қандай көлікпен алып келесіздер? Қалай жеткізуші? Бізде етті жеткізу шарты арнайы көлікпен алып келеді. Ол жерде еттің тұрақтысы, яғни сол өзге несі болады, біз сол бойынша қабылдап аламыз. Иә. Қандай көлікпен келеді? Ол арнайы көлікпен келінеді. Жаңағы ішінде барлық талаптар сақталған. Одан кейін бар тазалығына бәріне мән беріп қарап аламыз. Біз қабылдаған нелердің барлығын сол сертификатымен бәрін көріп аламыз. Еттің сертификаты? Бәрін справкаларын бәрін осылай көріп отырамыз. Жақсы. Бала биыл ауыстырдық. 8 мың бар. 9 мың бар. Спорт залдың қолы 8 миллион 900 миллион. 80 жыл салынған мектеп, енді Сәке, мен осы мектептің 81 жыл бітірген түлегімін. Өзім осы мектепте оқығанмын. Солының қолы бұрын 2003 жыл мектебіміз ремонт жасалған еді. Айтахановтың кезінде, Айтаханов кезінде. Қай жылғы мектеп? Бұл 80 жыл берілген, 81 жыл. Бірінші сіз түлек екенсіз? Иә, мен түлегім сол мектепте. Биыл жаңа кабинет алдық. Ялай кабинет, бір кабинетіміздің құны 17 миллион қаржы болды. Осы кабинеттің, отырыңыздар. Осы кабинеттің ішіндегі барлық нелердің бәрінің іші 17 миллион бір кабинетіміз. Физика кабинеті, химия кабинеті, биология кабинеті, 3 кабинет биыл біздің мектепке берілді. Бұл жерде құрылымы туралы сөйлесеңіз, демек, бұл бюллетень клубқа дейінгі зәрт жеткізетін жіңішке. Біздің мектебімізде логопед жұмыс істейді. Логопедте 2 логопедіміз жұмыс істейді. Бұл жерге баяғы мүмкіндігі шектеулі балалар, сөйлеуге қиналатын балалар және психолог пен сынып жетекшісімен тығыз байланыста жұмыс істеген адамдар. Бастауыш сыныптарда білесіздер ғой, әріптердің айтуда қиналатын балдарымыз бар. Сол балалар барлығы қосылып, осы кабинетке келіп, біздің логопедтеріміз шұғылданады осы кабинетте. 16 жыл қойылған, 2016 жыл. Қазір 6 жыл бұл істейді, бұл жыл анау істеп тұрады, запасный Южный Корейский. 2011 жыл қойылған. Мектепте 30 квадраты, Асарпеттердің нағасы 4050 квадрат. Оны істейді қазір. Жалпы мектептегі жылу қанша градус тұрмыз? Қанша градус болу керек? 18 градус болу керек. Негізі атап 20, 21, 22 көрсетті қазір. Бәрі класса градусын берілген, бәріге еліп қойған. Газда ешқандай кемшілік жоқ, да? Жоқ, тіпті жақсы. Біздің Бабыр атындағы жалпы білім беретін білім мекемесінде жалпы 136 мұғалім жұмыс істейді. 1079 оқушымыз бар. 79 оқушымызға 136 мұғалім сабақ беруде. Ауданымыздағы ең үлкен мектептердің бір есептелінеміз. Тарихқа бай мектеп, аралас мектеп. Мектебіміздің мектеп алты даярлық тобының бастап 11 классқа дейін бір қазақ классымыз бар. Біздің мектеп 23-25 жылдарға арналған бағдарлама бойынша аралас мектептерде мемлекеттік тілді дамыту мәселесі бойынша бір жоба қолға алынған. Сол жобада біздің мектебіміз жұмыс істейді. Бұндың алдында мектеп билингвал оқыту деген жоба бойынша жұмыс атқарған. Бұл жерде билингвал 2 тілде оқыту, біз қазақ тілі мен өзбек тілде оқыту мәселесін қолға алғанбыз. Мемлекеттік тілде оқытылуға, мемлекеттік тілде жұмыс алып баруға ұжымымызбен өзім басшылығымда мемлекеттік тіл ол бірінші мәселе болып қойып қойғанмын. Ал педагогика советінде де айтыладан бірінші тіл, бірінші менің талапым әрбір мұғалім Қазақстанда тұрғаннан кейін мемлекеттік тілді білуге міндетті деп мен сол вопросты өте көп көтеріп жүрем. Сол себепті қазіргі аудандағы сол жобаның ішіндеміз. Біздің артымыздан магнит мектептеріміз бар. Бұл магнит мектептер деген біз осы жобамен жұмыс істеп жатырмыз. Біз облыстық білім орталығымен біргелікте жұмыс атқарамыз. Сол себепті біз өзімізді білгендерімізді бізден кейінгі, бізден өзімізге тартқан мектептерге өзіміздің идеяларымыздың, өзіміздің атқарып жатқан жұмыстарымызды бөлісіп, мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру болып есептелінеді.
100% кітаппен қамтылғанбыз. Электрон оқулықтар бола ма, адам баласына білім алуына керек болған, білім алуына қандай үкімет жағынан жәрдем керек болса, тек барлығы бар. Тек қана біз оқу және оқу. Биылғы оқу жылында осы бірінші жарты жылдықта 3 республика көлемінде, 3 облыс көлемінде, аудан көлемінде 49 жалпы 69 оқушымыз жоғары нәтиже көрсетіп отыр. Ондан басқа 3 мұғаліміміз қорғау бойынша жұмыстарды атқарды. 10 мұғаліміміз жоғары жетістіктерге жетті. Мен бұл мектепте көптеген жетістіктерге жеткенмін. Мәселен, қараша айындағы лингвистикалық олимпиадада 1-ші орын алдым. Біздің мектепте қазақ тілінен беретін апайлардың арқасында біз қазақ тіліндегі сайыстарға еш қиындықсыз қатыса аламыз. Мәселен, айта кететін болсам, біздің өзіміздің мектепте білімге құштар 100 кітап сайысы болған. Сол 100 кітап сайысында осы мектебімізден шара өткізілген сайысқа қатысып, 100 кітап оқып, жүлделі орындар иегері болып, мектеп атынан велосипедті сыйлыққа берді. Онымен қоса облыстық олимпиадада қатысып, жүлделі орындардың иесі болып, Астанаға саяхаттауға барып, сол жерде жүлделі орындарға иелі болып келдік. Әлбетте оқыңыздар, қазір біздің оқитын кезеңіміз сол кезде оқып, қазірден жетістіктерге жетсек, өскенде одан да үлкен белестерді бағындырамыз. Біздің президентіміздің бастамасымен мектептерде тәрбие саласында біртұтас тәрбие бағдарламасы жолға қойылған. Осы бағдарлама міне биыл 2-ші жылы өз жалғасын тауып жатыр. Осы бағдарлама басталғалы бері мектептерде өте көптеген жетістіктерге жеттік деп айта аламыз. Бұның бірінші бізге ең жақсы тарапы бұл педагогикалық қолдау, ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының ашылғаны болды. Бізде де сол педагогикалық қолдау орталығы ашылды. Ата-аналардың белсенділігі артты. Ата-аналармен мектеп тығыз байланыста жұмыс жасаған кезде нәтиже өте үлкен болады екен. Біз соған көз жеткіздік. Қолдау орталықта аталар, әжелер, ағалар, әпкелер, жеңгелер клубтар ашылды. Осы клубтардың жұмысы, ағалардың, аталардың насихаттары балаларға өзінің күшін көрсетіп, біз нәтижеге жете бастадық. Осы бойында жақында ғана мына Сауран ауданында әдістемелік тәжірибе алмасу семинары болып өтті. Сол семинарда мен өзім де қатыстым. Сауран ауданына барып, біз Сайрам ауданынан 57-59 мұғалім болып бардық. Ол жерде әр саладан бардық, пән бойынша, тәрбие саласы бойынша. Сол жерде осы біртұтас тәрбие бағдарламасында жобалардың жүргізілуі және де қоғамға кедергі келтіріп жатқан мәселелер көтеріліп, басқа аудандарда қандай жұмыс болып жатқандықтары туралы сұхбат жүргізілді, пікір алмасылды. Мысалы, қазір балдарды еліктеп кететін веб әлемі, буллинг, кибербуллинг деген мәселелер көтеріліп, сол мәселелерді жолға қою, жою, сол мәселелер бойынша жақсы пікір алмасу жұмыстарына барып келдік. Қазіргі таңда мектебімізде, мысалы, бізде сұрақ-жауап өткізілген кезде психологтар тарапынан буллинг, кибербуллинг туралы ешқандай мәлімет анықталмады. Біздің мектебімізде, мысалы, оқушыларды есепте тұратын оқушыларымыз жоқ. Ерте жүктіліктің алдын алу бойынша да жұмыстар жақсы жолға қойылған. Ондай кемшіліктеріміз болмағандықтан жетістіктеріміз жақсы деп айтып тұрмыз. Тағам беріліп бітті ма әлі бересіздер? Уже бітті ма? Екінші ауыз. Не сынамалар бар ма? Көрсек. Бүгінгі тамақтарыңызды. Бүгінгі берілген тамақты. 14. Күнде алып отырасыздар осы сынаманы? Қай жастарға берілді мына тамақтарыңыз? Мысалы, каша, сүт. 6 алдыңыз. Қарақұмық. Түсекеңгіде сол, бірінші класқа, екінші класқа. Жалпы тазалығына көңіл аударып тұрсыздар ғой, күнделікті тазалығына профилактикалық комиссия бар арнайы. Күнделікті киініп, тамақтың алдын келіп тексереміз бұл асхананы. Балалардың қауіпсіздігі үшін барлық тазалықтарды тексеріп шығамыз. Балалардың жетістігі өте жақсы, тамаша. Жақында Ақбота олимпиадасына қатысып қайттық, орын алдық. Жасқыранға өттік, сабаққа өте атсалысып.
Қария. Қария. Ақсақал. Ақсақал, жақсы. Енді тағы бір сөз айтайын. Қазіргі балдар жаңағы қысылмайды, ұялмайды, еркін, ойлары еркін. Солай тәрбиелеп жатырмыз. Ауданға шығып, ауданға өлең жарыстарға барып келдім. Және де сол жерден ұтып, және де содан ары қарай облыстықта жарыстарға барып жүрдім. Республикалық атынан барып жүрдім, және осы мектептің атынан барып жүрмін. Маған бұл мектептің ұнайтын себебі, өйткені бұл мектепте бәрі адамдардың бәрі өздері шығарады, бүкіл түрлі үйірмелер ашып бізді жаттықтырады. Мен онда сіздерге арнап сол жарыста айтқан өлеңдерімнің бірін айтайын. Қазағым абзілділім, кемеңгер нағыз білгірім, түбім түрік дінім, тоноқ тоғырым, ауыз бірлігім, ұмытпай отаным барын, ұлықтап атамын жалын, аналардың ақ сүтімен ардақтап атаның қанағын. Даналарым ай, бізге мирас иманың мен сабырларың ай, қаранарым ай, тарихымның тереңінде тамырларың ай, көсемдерім ай, кемеңгерім ай, шешендерім ай, шеберлерім ай, өздеріңе тартып тоғыр өлеңдерім ай. Ошақтардың ішінде жазға қосу керек. Документтер бәрі дайын. Осы таңға дейін көмір жағып келдік. Мектебіміз 2016 жылы берілген. Содан бері жылына 200 тонна көмір түсіріп береді аудан тарапынан. Қоқысты өздері шығарады. Көлік жібереді. Көліктер келіп алып кетеді қоқысты. Көмірлер уақытылы беріліп жатыр ма? Көмір уақытында жылда август айында беріліп қояды. 200 тонна көмір тасып аламыз август айында. Қазір қанша тонна қалды? Қазіргі таңда 40 тонна көмір бар. Жетеді. Бірақ осы аптаның ішінде Құдай қаласа газға қосыламыз деген неміз бар. Енді ол қалған дайын. көмірді не істейсіздер? Қалған көмірді жаңа көмір кіргізілген мектептерге өткіземіз. Аудан бухгалтерия арқылы өздері басқа мектепке береді, бізден көптен ысылмайды дейді. Осы мектепте қызмет етіп жатқаныма 30 жыл, директорлық лауазымда 17 жыл қызмет атқарып келе жатырмын. Бұл осы жаңа мектеп 2016 жылы берілген. 2016 жылы аудандық бюджеттен 200 орындық мектепке берілді. Қазіргі таңда кешегі 1 қаңтардан бастап мектебімізде 298 бала білім алуда. 50 қызметкер, педагог қызметкеріміз бар, 15 тех қызметкеріміз бар. Қазіргі таңда біз мемлекет қазір барлығымызға жағдай жасап жатыр ғой. Рахмет, әрқайсысына қайтарым бар. Кішкентай мектеп болсақ та, кішкентай ауылда болсақ та, көрсеткіштеріміз өз деңгейінде. Облыстан да, республикадан да орын алып жатқан оқушыларымыз бар, балдарымыз бар. Жоғары оқу орнында грант жөнінде біз мақтан аламыз. Былтырғы да 7 грант болды. Тағы оның 3-еуі алтын медаль болды, бәрі ақтады. Кішкентай алақандай мектеп болса да, істеп жатқан тірліктеріміз өте көп. Жалпы балдардың білім алуына қандай кедергілер бар, болмаса жетістіктер бар? Қазіргі таңда ешқандай кедергілер жоқ деп ойлаймын. Барлығы осы бір ауылда, осы кішкентай ауылда бәрі барып келіп оқиды. Жан-жағымызда бізде жекеменшік мектептер өте көп болғанымен, дегенмен бізде ол жаққа кетіп жатқан ешқандай жоқ. Осы мектептің жаңағыдегі әлеуметтік жағдайы жақсы болғаннан кейін кетіп жатқан жоқ шығар деп өзім мақтан тұтып қоямыз. Бір жағынан енді ата-аналармен де қарым-қатынасым жақсы болғаннан кейін шығар, мектепте жұмыс жүргізіліп жатқаннан кейін болар. Бірақ айтпасам қасымызда өте жекеменшік мектептер көп. Қазіргі таңда ағымдық жөндеу, сыртын кіргенде байқаған шығарсыздар, сырты ағымдық жөндеуден өтті. Қазіргі заманауи сайдингпен қапталып, мына ауа райға қолайлы және бір әдемі көрініс қой енді бұл. Балалардың көз қуанышы кіріп жатқанда менің балдар енді жаңа нәрсеге қуанады ғой. Аудан жақсы. Қазір порталда берді, қол жуатын сұйық сабын беріп отыр.
қол кептіргішті де берді. Енді мектепке не қажет қазір бәрін беріп отыр. Дәретхана қағазын да беріп отыр. Бәрі беріп отырсың, бірақ енді уақытылы қол ары қарай жұмыс жасап, өз орнына қойып отырсақ біз болды. Жағдайымыз бар. Енді әр нәрсе қайтарым болу керек қой, біз енді саналы тәрбиемен, сапалы біліммен қайтарып отырмыз. Жалпы сіздердің қазіргі мектептеріңізде көмірмен жылу, Иә. Жылу қазандықтары көмірмен қыздырылады. Газ қашан беріледі дейміз? Иә, қазіргі осы күнге дейін қатты отынмен жақып келе жатырмыз, көмірмен. Кеше осы дүйсенбі күні беру керек болатын газды, енді осы аптада беріп қалады деген аудан бойынша 5 мектеп газға кірген мектеп бар, сол 5 мектептің ішіне енгенбіз. Қазіргі таңда әлеуметтік педагог қызметін атқарып жатырмын осы мектепте. Біздің мектебімізде 94 бала ыстық тамақпен қамтылған. Оның ішінде 1 мен 4-тің арасында 82 бала. Бір оқушымыз ең төменгі күнкөріс деңгейі этика дейміз ғой, этика бойынша бір оқушымыз тамақтанады, және Қорғаншыдағы бір қызымыз бар. Және одан бөлек атаулы әлеуметтік көмек бойынша 10 баламыз ыстық тамақпен қамтылған. Жалпы айтқанда 94 оқушымыз қазіргі таңда ыстық тамақпен қамтылып тамақтанып жатыр. Еңбек өтілімді, педагогтілімді 28 жыл құда қалса. Тарих ғылымдарының, педагогикалық ғылымдар магистрмін. Оқушыларым осы мектепке келген, осы бір мектепте жұмыс істеп жатырмын. Өзімнің жолын қойған магистр оқушыларым бар, директор оқушым бар мысалға. Олар менімен мақтанады, мен емес. Пән олимпиадасынан, облыстан, ауданнан, республикадан орын алған оқушыларым бар, олардың бәрінің жетістік жұмыстары. Олардың жұмысы менің жұмысым. Соған мен мақтанышпен қуанамын. Және әлде еңбек етуімді тоқтамай, менің басшылардың қолдауымен әртүрлі оқуға, деңгейлік оқуды оқығам 2014 жылы 3 ай Кембридж бағдарламасымен. Одан биыл құдай қаласа тағы бір ниеттеніп отыр, мен басшым қолдап, тағы да бір оқуға жіберсем деп отыр. Ол мен құдай қаласа 3 этаптан өтсем, деңгей тест тапсырсам, Финляндияда оқысам деп отырмын. Осы менің арманым. Тек қана мектеп жұмысын емес, сонымен қатар құдайға шүкір, отбасымды да ойлап, мектепті де ойлап, ауылға жаңағыдай өз үлесімізді қосқан. Өзім тарих пәнінен берген соң, еліміздің патриоты ретінде жүрген жерінде тарихымды айтып, оқушыларға сол сезімді сезіндіріп, жанымен сезіндіріп оларға. Тек конспект, лекция түрінде емес, оны ол бала сезініп, оқыса ғана, өзінің өмірмен өткізсе ғана ол бала осы елдің, Қазақстанның патриоты болады. Сондай оқушылар біз бар әріптестермен тәрбиелеп отырмыз. Қолдаймыз үнемі, өнерлі, табысты, білімді, зерек оқушылар біз үнемі қолдап отырамыз. Саламатсыздар, ресторан ғой мынау? 25. Мынаның бәрі шынайы ма? Мына жерде ет қосылған жоқ қой, етпен ба? Бұл салқын етті, мынау асқабақ, мынау қошыт, Қытайдың заттары жоқ па, балдардың денсаулығына зиян келетін Мен өзі басқа мектепте істеймін. газы сулар. Ең аудан бойынша анандай заттарды сатпайтын. Тез ойлайды бұл кісі тікенен. Жвачкамен болған емес, қытай заттары бар. Мен сол тәртіп болу керек қой, айтылған нәрсе жасалса қандай керемет. Өзімізде немере Жалпы бүгін қанша балаға тамақ бердіңіздер? Міне біріншісімен 151 бала келеді, екіншісімен 100 бала, АСП 15, 18, 284 бала келеді. 284 бала бүгін тамақтанды. Ас мәзірімен таныстық бола ма? Болады, келіңіз. Кроликтар әкелген ба? Бүгін не қазақ берген ба? Бірінші неміз каша. Пастеленген сүткен пісіргеніміз, тары несі да. Сармай бөлек берді. Я бөлек берді. Астында шұжығы бар? 250 граммнан. Одан кейін от колбаса, мынау несі бар. Шұжық вареный. Бұл 20 граммдан, 6 штуктан. Несі. Одан кейін. Айскының балдары. Бұл, я. Бұқтырылған сиыр етіден. Не да? Сиыр ет. Нет, сиыр етіден картофель несі. А бұл айспінің несі, да, харчо. Тоже айспінікі. Екінші. Бұл екінші қанығы. Қанығы. Tamam 200 gramlık her şey var. Ballarımız. Жалпы қазір енді балдардың тамақ беру уақыты. 2.45-те график бойынша біз дәрістерді 2.45-те кейін айспылар сәл кешігіп или былай келеді. Ну келеді.
айспен мынаны жейді. Тамақтанып қойды қазір. Иә, аяқта даже нелері бар, астатын нелері бар. И салат, пияздан салат берді. Жалпы балдардың осы тамақ, астан ешқандай кемшілік бар, кемшілік бар. Кашаны бермейікші. Мен кашаға өте қарсымын. Уже 1 жыл болды, каша болмайды. Жемейді балдар каша. Екісіменді де бірдей істесек өте жақсы. Келісімен ауыстыруға болмайды. Келісімен болмайды ғой. Енді заң бойынша азандысымен келіп, майлауға жемесін дейді. Негізі екі жағада бірдей болады. Баяғы сондай күшті еді, әмин олар. Потому что азанғы балдар ананы естеді ғой, бір үйден. Неге біздің андай олар? Міне қараңыз, ханым атмасында. 100 бала кірді. Кашаның орны ауыстыруға болмайды. Болады. Ол да болмайды. Болады. Мен манный кашаны вообще ана ауыстырған күрішке ешкісіппен. Оны жейді. Манныйды жемейді. А манный 2 рет жазып болған. Оны тастадық новый меню. Новый меню өте әдемі. Грандары, балықтың котлеті де бар, майда котлеті бар, тестелі бар. Жақсы қап тұр. Ал енді жаңағы көп мектепте жаңағы балықтың осы котлетіне келісіп жатыр. Жоқ, мен қылтығы болады екен. Мен бір фирмамен сөйлестім, договорға тұрдым. Уже маған қазір заказ келе жатыр. Готовый фарш, договор бәрі бар. Срок мерзімі де жақсы. Маған устраивает. Балықты қолдайсыз. Ойлаймыз, котлетпен қолдайсыз. Қолдаймыз, тефтель балықты. А көп мектеп сол балықты қолдамайды. Қолдамайды, потому что, знаете, біз рыбный район емеспіз. Рыбный район емеспіз, сосын ана балықты біз білмейміз, ол қашан әкелген. Бұл өте опасно. Но бұрыннан келе жатыр, рыбный ден бар. Рыбный ден бар. Бір жетіде бір күн болса да біз. 10 күнде ғой, 10 күнде. Біз 5 күн, 2 апталық бір аламыз. 10 күнде бір келеді. 10 күнде бір балықтың. Но балдар бәрі жемейді. Рас. Қанша әдемі дайындасақ та, я живая не дейсіз, печкада. Потому что жареный не получится. Барлық үйлер жеткілікті ма, кемшіліктер бар ма? Кемшіліктер бар енді. Судан кемшілік болды бізде. Кеше енді күніме 2 күн жүріп, электромен бәрі орындап. Енді жаңа мектеп қой. Мен өзім бочкалар сатып алып, насостап қойып, постоянно су болатындай әрекеттің бәрін істедім. Фильтрлермен. Иә, фильтр бәрін ұйымдастырып қойды қазір. Міне бәкең өзі жүгірді. Біз вообще демалып қазір судан ешқандай кемшілік жоқ. Судан кемшілік жоқ. Болған. Иә. Судан кемшілік жоқ. Вытяжкалар жұмыс жасап. Вытяжкаларды қашан бүгін ертеңдегі бәрі тексерді кеше контрольна. Сосын мен бүгін тамақ бергенше ұспайсыңдар дейді. Олар бір продавать етеді да, сізді қолтыңдар түсіріп қазір. Так келді. Желдеткіштер жұмыс жасап. Иә, камералар жақсы, холодильник камералар өте керемет мектеп. Жүріп адасып кетесің ана бөлмеден. Вообще последний технология емес өте керемет. Барлық жағдай жасап. Иә, кіріп көрсеңіздер де болады. Жалпы экскурсия қанша баланы тамақпен қамтып жатсыздар? Жалпы. Енді біз жерде тамақтың несін біз жаңағы самса, борщ деп біз не жатыр ғой. Пиццаны андай сырный істейміз, майонез, печь қолданбаймыз. Іші оңға отырған. Печкада пісіреді бәрі, ол бізден жоқ. Шұжық бар неде, имитацияда. Малдар жақсы кіреді, жақсы кіреді. И бағаны просьбамен кісіге сұранды, бәрі 100 теңге, 150. Қазіргі заманға бұл енді сәл арзандап отыр. Иә. И компот үзбейміз. Қап бар, компот үзбейміз. 50 теңгеден береміз компот. Бұны да мен бұрыннан өзім сөйтіп сатамын. Мына 150 теңге алып 10 теңге 20 теңге болсам. Бұны менде шай. Өзіңіздің рұқсатыңызбен. Иә. Бұл жақсы жері неде? Қараңыз қандай жарылмалар бар. Мынау парной. Парной не бар, қайнап, ішінде не бар. Для диетического питания. Бұны печкамыз. Пока біреуін успевать. Мемлекеттен берілді ғой. Иә, ол мемлекеттен. Менен басқанайсың, міне. Печкамыз екеуі де істер. Тамақтар пісіп тұр. Екеуі де істер. Мына холодильник камера, қараңыз. Холодильник камера. Бұл отдельный тоңазытқыш. Сосын мынандай нелер жүдеп тұр. Раковина бәрі істеп тұр. Бұл жаққа жаңағы әр жерде раковина бар. Әйнек қойған біз уже таза керемет. Жүріңіз. Мынандай ол тұрған барекелес болды.
Мынаны мен өзім иә сатып нағыз алдым. сіздерге де ыдыс аяқ. Мынау да тамаша екен. Оны Жаңа мен өзім сатып алдым. пат үстінен тасып жүр. Керемет. Мына нанға специальный шкаф. Хлебный күніге үстіне обработка істейміз. Тағамдардың бәрі бар. Сухофруктіні көріңіз, пожалуйста. Мына қалыпты жаңағы мынадай нелерді бәрі әкеліп қоямыз. 2 күн 3 күнде әкелеміз. Уже мен 2 күнде тамағым бар. Бәрі арнайы. Иә. Сосын мен әлі жарып жүрмін. Сөйтіпші. Мен чисто қамырмен айналысамын. Жаңағы бір жұмысымыз әлі балаларға болады. Мен өзім жұмысшыларына жұмыс бар. Өткен фирмаға істеп бердім. Мен соны қысқа 1 сағатта 3 кило ет шығады. Вообще керемет. Оны салғыш бәрі сағыз. В общем, мен де условиясын бәрін жақсы. Тамаша барлық мектепке негізі осындай жағдай жасау керек. Осы Жақсы, тамаша. Жақсы. Жақсы өтеді. Керемет. Мынау ертаңғы. Жүріңіз. Мына жерде жаңағы мен не әкелген мынадай. Шикізаттар тұрады. Күнделікті күнге әкелген. Барлығын осындай бір ракына жасап берген. Я енді анандай жаңағы көбісін ыстық су жылы жағатын соны ана фирма әдістеген. Мына пешті қолданып келсек, мынаны телевизор кетпеген. Бұның мощность жетпей жатыр. Это посудомоечный аппарат. 3 фаздық қой бұл. Қосылды, бірақ мощность таппайды. Бұл не жасайды? Бұл посуда. Посуда жуя. Қоясың посуда. Но это долгий процесс. Бізде посуда көп. 4 қыз жағылып жүреміз. Мына жақта таза ыдыстар тұрады, мына жақта зашуар ыдыстар. Мынаны мен өзім алдым. Жеп болған соң осында алып келеді. Неге балдар қояды, қыздар мына жақта. И конвейерді ана жақта таза ыдыстар тұрады. Неге мына сушилканы алдым. Неге қараңыз. Помойка салаттың астына шелек көп. Потом кір посуда неге тұрады. Помойкаларды уже таза қойды қыздар. Бәрі жерде ұнбаған бар. Жақсы есік шкафтар бәрі. Қамтылған өте керемет. Мынау залда. Аяқтап көрсетеміз бе? Керемет. Үлкен кабинетті көрсетеміз. Апайларымызда ешқандай кемшілік жоқ па? Айта беріңдер болса. Айлықтарыңыз уақытылы алып жатсыздар. Жұмыс өздеріңізге ұнайды. Жақсы керемет істеді екен бұл. Жаңа іліктеп отырғандар ғой. Біз бір ай болды ғой, осы жерде жүрміз уже. Жақсы керемет істеді. Молодец. Тазалыққа жақсы екен. Самый главный келең тазалық. Иә, мен жаман қыздар Қолдарыңыз дерт көрмесін. Осы ауылдың тұрғындарсыздар ғой басшымыз. Жетістік тілейміз жұмыстарыңыз. Мынаны мен өзім қазір жеке башты өте көп те. Мына жерге де мынаны қоямын. Сонда екі жақты суда жуылады. Екі жақты жуылады, кесіп жуыламыз. Мынандай нелер бар. Мынау істеп тұр. Бірақ мына жаққа бөлек беріп аламыз. Оны ана фирма үлгеріп берді. Ремонт істеп үлгерді, бірақ істеп берді. Мына жақта бөлмелер өте көп. Мынау раздевалкамыз. Барлық сіздерге берілген, е? Иә. Асханаңызда. Енді маған ана территория жетеді да. Мынау раздевалкамыз. Мына жақта раздевалка. Очень бәрі бар ғой, бірақ сәл аппарат тестаны тулайды. Последний технология мәселені бірінші тамаша. Өте керемет. Мынау жаңағы біздің швабра қоятын жерлеріміз. И мына жақты көріңіз. Не деген бөлме? Көп қарасаңызшы. Ресторан ашады. Енді ресторан ғой. 300-ден адамға ас берген екен. Қазір енді мына жақты да қосуым керек. Бұны мен өз күшімен істеп жатырмын, ана фирма енді. Енді дұрыс тамақтану, балдардың денсаулығы, өмір. Бәрін бірге қосамаймыз. Қайсысы жұмыс жасап жүрді қазір? Мұздатқышты. 2 ай болды ғой. Соседство жоқ, бәрі бөлек. Сонысы жақсы да, бәрі бөлек. Обычный бөлек, анау бөлек. Мен мынаны қосайын десе, ол артық болды. Мен 2 күн сайын продукт әкеліп жатырмын, маған жеткілікті. Арзағында бізге жасалған керемет несі бар, бақылада. Мына бөлмелерді қараңыз, таза бәрі. Маған бұл уже артық. Бәрі жерде. Рестораннан да ол көп. 25 бөлме санадым мен. Мен еске жылым 17 қараңыз.
бізге мынандай таблетка берді фирма, біз мына жаққа жинап қойдық бесплатно, ол бермейміз. Мына жақта кішкентай таблетка, ол неге сай емес. Сосын мен мынаны 8 мыңнан таблетка со спинпен алдым. Ол мен өзім күшіммен алған нәрсе. Таблетканы чекеді, ол болмайды, опасно, балдатма. А біз летчиктерге қатысқанда именно осындай спон кожаный немен болсын, спинкасы болады деп неғып. Фирмамен договорға тұрып, заказды алдым, 150 штука алдым, тағы 50 штук заказ алдым. Ну, пока бір келгенде баламен жетті. Просто күшті. Мынаны өте тамаша мектеп, өте тамаша асхана. Өте керемет. Бәрі мектептер осындай болса шықпай. Өзінде тамаша. Приятно работать. Именно жұмыстарда көрсете алатын апайымыз екенбіз. Іштің бәрін. Әлі мен үшін көрмедім. Ремонт болды да. Әлі мен мұғалімдерге жағдай жасаймын. Чтобы им было бір сағатта солда демалып, нелар тынығу керек. Балдардан шаршайды ғой. Балдардан тынығатын мен күшті бір угол істеймін, бақаласы. Енді келгендерін істеп қоямын. Дұрыс. Қандай керемет. Керемет. Ол балашы қыздарды керемет. Колледжсіз мүмкіншіліктер жаратылғанда маман болып шығады екен де оқушыларымыз. Маман болады. Керемет. Барлық мүмкіншіліктер жаратылған, барлық қыздар кешеде мынау өздері бастап өздері істеп жатыр. Енді келесі сабақтарда барлығын уже істеп бетке келтіріп жатыр бәрін. 12 машина қазіргі таңда жұмыс жасайды. Жұмыс жасайды 12 машина. Еңбек сабағында осында келіп қыз балдар осында пайдаланып жұмыс жасап жатыр. Айнабұлақ негізгі орта мектебінде 118 мұғалім техперсоналбен жұмыс жасайды, 86 мұғалім жұмыс жасайды, техперсоналбен 118. Бүгін таңда бізді осы мектебімізде мұғалімдер, оқушылар жаңа мектепке көшіп шықтық. Өте барлық қуанышты, алғысымыз шексіз. Мемлекет басшысыға, облыс басшыларға, аудан басшыларға, ата-аналар жағынан, мұғалімдер жағынан алғысымызды айтып өтіп кетейік. Үлкен рахмет. Осындай заманауи үлкен мектепте білім алып жатқаныға. Бүгінгі таңда мұғалімдер еңбек конкурсы бойынша 2 мұғалім қабылданды. Бірі химия пәні мұғалімі, бірі үйірмеден. Физкультурадан үйірмеден, дене шынықтыру пәнінен үйірмеден 2 мұғалім қабылданды. Конкурс аясында, заң аясында қабылданды ол. Ешқандай кедергілер жоқ, кемшіліктер де жоқ. Енді алдала, Құда қаласа осы жаңа ғимаратта, жаңа мектепте жоғары жағынан Айнабұлақ негізгі орта мектебіне республика деңгейде, облыс деңгейінде пән олимпиадалармен, түрлі жарыстармен алдыға шығамыз деген ойымызда, үмітімізді қойған мақсатымыз да сол. Соған жетсеміз деген ойымыз өте үлкен. Жалпы балдардың тәртібіне қандай баға бересіз? Бізде балдар Айнабұлақ негізгі орта мектебінің балдары өте тәртіпті. Бізде 2 тәрбие завушы жұмыс жасайды. Социолог, психологтар өте жақсы жасайды. Бізде буллинг, суицид, ондайлар ешқандай орын алған емес. Алдала алмайды деген ойымыз бар. Алмасын алмайды. Жалпы енді алдағы осы мектептегі іс-шаралармен қандай іс-шаралар күтіп тұр? Енді мектепте алдымызда облыс деңгейде семинар ұйымдастырайын деп жатырмыз. Облыс деңгейде тәрбие саласы бойынша семинар мақсатымыз бар. Сол енді аудандық білім бөлімі білен келісе отырып, сол семинар ұйымдастырамыз. Мынау үйірме, 2 үйірме істеп жатыр қазір. Дене шынықтыру пәнінен сол үйірмелер волейболдан, баскетболдан алдын ала осы март айына шейін, келесі 90-ға шейін оқушыларымыз жетістіктермен сол қатыстырамыз деген ойымыз бар. Қазір бүгін таңда жақсы дайындалып жатыр олар. Балдар оқудан тыс осы мектепке көшкелі бері оқушылар осы жерге келіп түс қайта үйірмелеріміз, тегін үйірмелеріміз бар. Сол үйірмелерге барлық пәнден бар бізде, барлық пәнден. Сол үйірмелерге қатысып жатыр. Барлық пәнден қарастырылып қойған. Енді балаларымыздың қазіргі
ас адамның арқауы дейді ғой, жаңағы денсаулықтарына байланысты осы асханаға қаншалықты көңіл бөлесіз? Тексеру бойынша, болмаса қадағалау бойынша? Мен осы жұмысқа келгелі бері өзі асханада біз ескі мектепте істейміз, хабарыңыз бар ғой яғда. Асхана бірінші назарда тұратын менде асхана тазалық. Бірінші келемде таңертең азанда келгенде кабинетке де кірмеймін, тазалыққа қарап шыққанмын. Сосын барып асханаға қараймын да, асханада қандай кемшілік бар, бірақ қазірше кемшілік болған жоқ мекта, жаңа мектептен. Бір кемшілік тапқан жоқпын. Барлығыны өз ретінде ас мәзірі бойынша қадағалап, суыны бәрін қадағалап, берген тамаға бар ғой, өзі пісіретін тамаға, сол тамағын дәмini көріп, біз сосын арқарай рұқсатын бердік. Күніге мен өзім қадағалаймын. Ескі мектепте де сондай, жаңа мектепте де сол, менде қалған жоқ. Жаңағын барлығын егелері бір сияқты ма ол? Бәрі бір ғой, бәрі мектепте, бәрі жерде бір қыл ғой. Бір не алған ғой? Бүтін районда. Бір кәсіпкер алған ба? Жоқ, бір кәсіпкер болмаған білем. Тамақ бір. Тамақ бір қыл. Иә, районнан беріледі ғой. Балық тұздығы. Балық тұздығы не? Пеште пісірілген балық дейді. Оны ауыстырып, бізге осы күнге плов істеткен, пловқа ауыстырып берген. Бізде плов істедік. Қан плов, меді жазылмаған? Жоқ, плов жазылмаған білен. Жазылмай ма? Собранияда болған, иә. Міне, қазір плов бердік қой, міне плов бәрі. Міне плов. Бір балдарға берген неңіз бар ма? Пловыңыз жаңағы порцияңыз. Енді порцияны қалай білем? Бір порцияда балдарға қанша сап бересіз? Бір порцияны көрсек бола ма? Көрсетіп қоймадыңыз, осы қоямыз. Енді сіз мысалы палауға ауыстырдыңыз, 10 грамм қайсы немен өлшейсіз? Қайсымен мен? Өзіміз білемін. Бір зетімді мұны үлкен көрсетті. Ет қанша саласыз? Ет дейсіз ба? Граммыға өзі. Мысалы үшін бүгін 10 килограмм не істесек, соң 8 кило жүз тастайды. Енді мұны алып қойма. Иә, таза ыдыстары. Мен таза істеймін, оны тазаға қоймаймын. Картошка нелеріңіз көрсек? Пияз, картошка. Бұлар негізі арнайы ыдыстарда салынбай ма? Осылай тұра ма? Иә. Жақсы. Мен тазалыққа құдай көрсетті. Тастаймын. Мектепте 1017 бала білім алады. Қазіргі таңда 340 бала ыстық тамақпен қамтылған. Одан бөлек 17 бала аз қамтылған отбасылардан шыққан 17 бала тамақ ішеді біздің мектепте. Мектептің жағдайы жақсы, жылуы да жақсы. Жетістіктеріміз көп. 111 бала осы жарты жылдың ішінде олимпиадаларға қатысты. Одан 17 баламыз екінші, үшінші орындарды алды. Облыс деңгейде 2 баламыз бірінші орын иеленді. 2024 жыл қанша ұстаз жұмыспен қамтылдыңыздар? 153 мұғалім жұмыс жасады. 2024-те? Иә. Қанша ұстаз? Жаңадан қабылдадыңыз? Жоқ, қабылдаған жоқ. Бізде не ғой, жаңа мектептер ашылған, частный мектептер. Соған байланысты мұғалімдерді сағаттар жыл. Ал өздеріңізде қабылдау деген жоқ. мұғалімдердің сағат жеткілікті ме? Иә, 16 сағатпен қамтылған. Мектептен жылу жүйесіне келетін болсақ, жылу жүйесі осы күнге дейін ешқандай ақаусыз шықпаған, бір қалыпта жұмыс істеп тұр. Мектептің сынып бөлмелері 22 градус ыстық. Коридорлар 19-20-19 градус ыстық. Жалпы мектепте осы класста беріліп отқан жылудың ешқандай кедергілері жоқ па? Ешқандай кедергі жоқ. Уақытылы, бір қалыпта істеп тұр. Өздеріңіз көргендей, абай бұрыш ашылды мектебімізде. Табиғат тіршілік бесігі атты бұрышымыз ашылып жатыр. Оның бәрі мектептің жетістігі деп ойлаймын. Осы балдарға жасалып жатқан жағдай. Қазір мектебімізде 170 мұғалім жұмыс жасайды. 8-і декреттік демалыста, 4-еуі ақыс демалыста,
162 қызметкер қазір жұмыс жасауда мектепте. 1298 оқушы қазір таңда осы екінші жартыжылдықтың есебімен қозғалыстар тоқталып, 2 ауысымда балдарымыз білім алады, 2 ауысымда білім алады. Кабинеттер саны жалпы жеткілікті. Күні кеше ғана мына әйтеуір партаны да жаңарту мақсатында 2 комплект парта алдық. Керемет, өте жаңа. Былтырғы оқу жылында да осы парталар алған болатынбыз әйтеуір. Енді шетінен барлығы бірдей болмайды ғой. Шетінен осы мектепті жаңарту мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. 25 бала 1 мен 4-тің оқушысы, 70 бала осал топтағы оқушылар. Жақсы, меню бойынша күнделік тамақ дайындалады. Осы жерге жаңағы азанғысымен 2 ауысымда тамақ ішеді. Түсқайтағы оқушыларымыз да 2 ауысымда тамақ ішеді. Тамақ 200 грамм. Еті қанша грамм болды? Бұл жағынан біз үлкен қатты мән береміз. Мен күнделікті кіріп бақылап отырамын өзім. Айдың соңында келмеген бала деп оны аудандық білім бөліміне есебін беріп отырады. Келген баланың барлық түгел тамақтанады. Тазалыққа өте мен қатты мән беремін. Таза болған тазалық ол денсаулық кепілі дейді. Тазалық болмаған жерде денсаулық та болмайды деп ойлаймыз, бірақ дегенмен біз сол жағынан көбірек мән беріп, балдардың үлгі формасында болуына да қатаң бақылау аламыз. Бізде браконьерлік комиссия жұмыс жасайды. Сол арнайы топпенен барып, акт түзіліп, заңсыздық орын алса, жаңағы тамақ жағынан болса, актіге түсіріп, оны да түзіп отырамыз. Биыл бізде 15 оқушымыз зердеден аудандық кезеңге қатысып, одан 8 оқушымыз облысқа өтті. Зерде ғылыми жұмысынан. Ояқтан оқушымыз, 1 оқушымыз 1-ші орын алды, 2 оқушымыз 2-ші орын алды, 3 оқушымыз 2-ші орын алып қайтты. Биыл біз ғылыми жұмыстан 5-еуі облысқа өтті. Облыстың 2 оқушымыз республикаға жолдама алды. Жылу қазандықтарын қазір бар көрсеңіздер де болады, қазір ойға қарай бет аламыз. Жұмыс жасап жатыр. Ешқандай мына қыстың ауасында бір келеңсіз оқиға орын алған жоқ. Газбен жұмыс жасайды. 3 оператор жұмысшы қызмет жасайды. Өздері жаңағы бір күн толық жұмыс жасап, өздері ауысып отырады. Газбен жасайды. Қаншалықты газ жеткілікті ме сіздерде? Кедергілер бар ма? Жоқ, кедергі жоқ енді бәрі. Жақсы. Жағдайлары жақсы оқылады. Температурасы жақсы. Қазір ысып тұр, жақсы. Қандай кемшілік жоқ бәрі. Үйірмелер жүйелі жүргізіледі деп айтсам болады. Футбол, волейбол, асықты қолға алып жатырмыз биыл. Домбыра үйірмесі жұмыс жасайды бізде. Тоғызқұмалақ. Енді біраз үйірмеміз бар. Сол балдар қатысып, арнайы жетекші бекітілген. Сол жетекші өзінің жұмысын ойдағыдай атқарады. Одан бөлек қосымша білім беру педагогтар бар. Ол кісілерге де жаңағы бір бағыттар бойынша бөліп қойғанбыз өздеріне. Сол бағыттар бойынша өздері жұмыстарын алып жүреді. Өнер жағынан жаңағыдай, қол өнер жағынан дейміз ғой, сурет бағытына бөліп қойдық. Ұстаздардың дипломдары тексерілді өзіңіз тарапынан? Тексерілді. Біз былтыр аттестациядан өткен болатынбыз. Оның барлығы жаңағы сапаны қамтамасыз ету білім басқармасы да ол жақтан тексерді. Ондай заң бұзушылық орын алған жоқ, анықталған жоқ. 2024-те қанша ұстазды жұмысқа қабылдадыңыздар? Мен ұстаз болғанда 2 оқу завучының орнына онда неге түсті, бірақ осы мектептен сайланды. Біреу оқу жөніндегі орынбасарым пенсияға кеткен болатын. Соның орнына жаңағы білім математик пән мұғалімі квалификацияны жақсы біледі. Сондықтан сол кісі неге түсіп, қасына президент болған жоқ, бір өзі ғана түсіп, сол кісі ұтып алды. Одан кейін бейіндік завучым бұрын бір жігіт болатын. Ол да өзінің жұмысын жүйелі неғылмағаннан кейін жаңағы не дейді, қазақтан не бар ғой, көтере алмаған шоқпарды беліңе байлама деген. Сол кісі өзі отказ берді. Соның орнына ол да осы мектептен сайланып неге түсті конкурсқа. Аудандық білім бөлімінде өткен ол бірінші конкурсымыз. Ол да өзінің жақсы маман, бір институтта сабақ беріп келген, магистр дәрежесінде қазір бейіндік завуч болып істейді. Сол 2 кісім бар. Одан кейін 2 қосымша білім беру педагогі қабылданды. Ол жерде де біреуінде 1 адам түсті, екеуін бірдей жариялағанбыз. Біреуінде 2 адам қосылып түсті. Оның ішінде қайсының балдық жүйесі жоғары, сол қабылданды. Комиссия мүшелері өздері шешім қабылдап, сонымен қабылданды. Енді қазіргі таңда НОБУ бойынша жариялап жатырмыз. Мынау такой СТС южнокорейский, мынау корпусный сыныптар, мынау СТС мынау корпус, бастауыш корпус. Бұның объемы үлкен да,
мектеп үлкен ғой негізі. Z600 қазандығы. Мынау істен рабочий, а мынау бірі резервный, да? Резервный. Резервте тұр, мынау жұмыс жасап тұр. Иә, жұмыс жасайды. Ауыстырып жұмыс жасай береді. Кеуде істейді. Енді резервный котелға бірі. Қанша квадрат метрді жылтып жатыр қазіргі таңда? 600 орынlı мектеп. 600 орындық 4764 шаршы метріне жылтып. Ешқандай кедергілер жоқ. Жоқ. Мектептің бәрі жылуы өзінің температурасында. Жақсы. Қытай не ма? Орман ма? Жоқ, орын. А так запретный еш нәрсесін қызбаймыз. Бұл кісілер бүгіннен бастаған жұмысын. Енді бүгін орналасатын жері ғой. Енді орналасты. Қандай тамақтанды? Бүгін каша тұр. Каша ма? Иә. Қай жер жазылған? Қандай каша? Мынау ма бүгінгі тамақ? Бұл жерде басқа ғой, жемістер, балық етінен жасалған тефтели. 38 баламыз мемлекеттік. Жоқ, мына балық етінен жасалған тефтели мен гарнир картопты Бүгін первый рабочий күн. Біз менюні полный өзгерттіреміз. 30% өзгерттіруге қақымыз бар ғой. Балықты бере алмайын. Олар маған 30% өзгерттіріп береді бүгіннен бастап. Ертеңнен бастап меню істеймін. Мен істеп жүрген адам. Мектебімізде бүгінгі таңда 1023 оқушы бір ауысымда білім алады. Олардың 333-і 1-4 сынып оқушылары, ал дайындық тобымызда 73 оқушы білім алады. Жалпы ыстық тамақпен сол 1-4 оқушыларымыз толық қамтамасыз етілген. Олар 2 ауысымда 2-ге бөлініп, жалпы саны 150 орындық асханамыз бар. Сонда күнделікті сол меню бойынша тамақтанып жүр. Керемет. Иә, мынау мектебіміздің төрінде мемлекеттік рәміздеріміз тұр екен. Өте керемет. Мектебімізге риза болдық. Көгалдандыру, басқа жақтарының. 2024 жылы ұстаздарды жұмысқа қабылдау бойынша конкурс жарияланады. Қанша ұстазға конкурс жарияланды және қанша ұстаз конкурссыз қызметке келді? Жалпы бізде биылғы жылға ешқандай конкурс вакансия болған жоқ. Бос орындар 24-те 2 мұғаліміміз конкурс негізінде жұмысқа қабылданды. Олардың біреуі информатика пәні және бір тәлімгер. Олар бәрі мемлекеттік сол 7-ші бұйрыққа сай конкурс негізінде конкурсның основе жұмысқа қабылданды. Жалпы бізде барлық жағдай мектебімізде қарастырылған, бір ауысымды болғандықтан балалардың бірінші кезекте біз бос уақытын тиімді пайдалану ғой, соған көңіл бөлгенбіз. Түсқайта мектебімізде түрлі спорттық секциялар, робототехникамен жұмыс, жасыл әлеммен қосымша білім беру педагогтарының түрлі өздерінің қойған үйірме жұмыстарына балдарды жұмылдырған болатынбыз. Ауқымды мәселе бір ұялы телефон деген мәселеміз бар. Оны да қарастырып жатырмыз, бірақ алайда бізде оқушыларымыз олимпиадаларда жүлделі орындарға иеленіп, өткен жылы жаратылыстану пәндері бойынша республикалық олимпиада жүлдегерлерін дайындау. Бүгінгі таңда мысалға өткен жылы жылдан жылға өсуіміз бар. 11 оқушымыз үздік оқушы болып атанса, 4 оқушымыз алтын белгімен, 16 оқушымыз грант иегерлері болып бітіруде. Жалпы әр сіздің осы ауданның мәслихат депутаты ретінде, иә? Мәслихат депутаты өткен жылы наурыз айындағы болып өткен сайлауда халық қалаулысы болып табылдым. Бүгінгі таңда енді халықпен бірге тығыз осы Манкент ауылы, осы округтен жалпы сайланған депутатпын. Енді әйел болып сәл қиын мәселелер де бар. Дегенмен ауыл шаруа көп дегендей, ол мәселелерге де өз уақытымен көңіл бөліп, көңіл аударуға және халықтың арасында осылармен тығыз байланыста болып жұмыс жасауға әрекеттеміз. Халық үшін қызметтеміз қашанда. Жалпы осы депутаттық мандатыңыздың
көз ретінде жалпы осы мектепке қандай көмектер жасалды? Мысалға осы білім саласын айтайық, жалпы депутат ретінде қандай жағдайлар жасалды, балалардың білім алуына қандай жаңа дүниелер алып келдіңіз? Енді ол бойынша қандай қызметтер атқардыңыз деген? Ауданда мына именно білім саласы бойынша маған сол психолог мәселесінде жолыққан болатын мұғалімдер шамалы. Сонда бізде психологтардың жетіспеушілігін ауданда мәселе етіп көтерсеңіз, сол штаттың сәл көбеюіне ықпал жасасаңыз дегенде мен депутаттық сауалмен сол ауданға жолдаған жайым бар. Сол қазіргі таңда балалар основном сол маңызды мәселе психологиялық жағдай болып тұр ғой, буллинг, кибербуллинг деген сияқты мәселе. Сол себепті бізде мектептерде сол мәселе қарастырылса деп, әр балаға қазіргі таңда 600 балаға бір психолог болса, соны не бары бір 300 балаға дегендей бір психолог қарастырылса деген ұсыныспен шыққан жерім бар. Жалпы ауылда балаларға спорттық алаңдар құрылса, балалардың тиімді бос уақытын тиімді ол бойынша да өзімнің депутаттық сауалыммен шығып, осы Манкент ауылында жалпы бізде қазіргі таңда бір 34 мың халық тұратын болса, сол Манкенттің орталығына бір кәсіпкерлермен келісе отырып, бір жайлы жер тауып, сол балаларға бір спорт алаңын құрастырсақ деп әкімшілікпен бірлесіп істеп жатқан жұмыстарымыз да бар. Жалпы бүгінгі таңда 2024-2025 оқу жылында дайындық тобын қосқанда 802 оқушы бар. Мектеп 1973 жылғы мектеп салынған. Енді жаңағыдай қазіргі жаңа мектептер сияқты емес, негізі болады, оқуға, білім алуға болады. Бір ауысымға сыймайды, негізі 600 орындық. Бір кедерген бүкіл меніңше енді республика бойынша мына қазір мынау уақыттың, сағаттың ауысуына байланысты кешкі екінші ауысымда үйге қайтатын балдар сәл кеш қараңғыда қайтып жатыр. Биылғы оқу жылында қазақ тілі пәнінен бір оқушымыз, 9 сынып оқушысы облысқа жолдама алды. Қазақ тілі пәнінен. 2024 жыл қанша ұстаз жұмысқа келді және қанша конкурспен келді ме, әлде конкурссыз қабылданған? 3 ұстаз емес, қосымша білім беру педагогтары штат бірлігі берілді. Конкурс бойынша 3-еуі де конкурстан өтіп келді. Неден жарияладық мына сол бойынша 3 орынға 3 жас маман, былтыр бітірген мамандар. Олар конкурс негізінде келді. Газдың тапшылығы жоқ. 2200 квадрат қысып жатыр. 2021 жылы жаңадан қойылды 2 котел. Давлениялар бәрі жақсы. Қазір уақытта бәрі нормально істеп тұр. Қанша қаражат бөлінді? 54 миллион. Полный осының жаңағы. Ағымдағы жөндеу жұмыстары ол. Ағымдағы 54 миллион ақша бөлінген. Төбесін ашып жапты, төбесі шипір еді. Бұрын олап тастап, жаңағы черепица жапты, сыртын сайдинг жасады. Осы спорт залды істеп берді, полный. Барлық корпусты төбесін потолокты алып тастап, жаңадан потолокта свет, бұрынғы светтер мынандай свет еді, қазіргі заманауи мынандай сай. Қазіргі таңда біздің мектебімізде 712 бала білім алып жатыр. 1 мен 4-тің арасында 312 баламыз тегін ыстық тамақпен қамтылған. 48 оқушы, 5 пен 11-дің арасында 48 оқушымыз да тегін ыстық тамақпен қамтылған. Оның ішінде жаңағы тұл жетім бар, көп балалы, жартылай отбасы, жаңа қамқоршы кеңестің келісімімен біргелесіп отырып 48 балаға тегін ыстық тамақпен қамтылғанбыз. 193 ұстаз қазіргі таңда білім беріп жатыр. Бізде қазақ, орыс сыныбымыз 47 сынып комплектісі бар. Оның 25-і орыс сыныбы, ал 22-сі қазақ сыныбы. Мектебіміз көп ұлтты мектеп. Қазақ, орыс болғаннан кейін біздегі ең көп ұлтты балдар. Сол оқушыларымыздың арасында еш уақытта ұлтаралық қақтығыс ұстаздардың арасында онда еш уақытта болған емес. Жаңағы күрділер, өзбектер, орыстар, украиндар сондай біз көп ұлтты болғанымен бәріміз бір Қазақстанның тумасы саналамыз. Қазақстанның несі болғандықтан бізде ондай не жоқ. Мектептің жылуы жақсы, орынды қазандық жақсы жасап жатыр. Оны қазір барып көруге болады көздеріңізбен. Біз ол жерде қатаң бақылауда ұстаймыз, өйткені қазіргі таңда ол жылу жағын бақылауға ұстамасақ болмайды. Жылу жақсы, температура балдарды көріп отыр.
балдардың жаңағы энергетикасы көп болады ғой. Шешін тастап далаға жүгіріп шығып, жүгіріп кіріп, барлық жерде өзімізде гардеробный бар, шешіп қойып, жақсы отыр. Кейбір кезде терезені ашып қойып тастап кеттік деп. Әй жабыңдар, температурасы күнделікті завхозымыз бар, бақылап отырады. Қазандығымыз жақсы, тек қазір 70 температурада ұстап отырмыз. Бір қалыпта 4 сменде істейді. Операторлар бәрі құжаттары манан, газ манан. Газ өшкен жағдайда автоматически өздері өшеді. Қазандықтарымыз тек свет өшкен кезде қосамыз өзіміз ручной кнопкасы манан. Облыстық ұстаздар олимпиадасынан біздің бастауыш сынып мұғаліміміз Байдыбекова Әсел деген апайымыз облыстан бірінші орын алып, республикаға жолдама алып келді. Алла қаласа, осы февральдың 23-іне республикаға барады. Ол жерде де үмітіміз үлкен, жүлделі алып қайтамын деген. Ал 11-ші сыныптарымыз 4-еу, 2 қазақ сыныбы, 2 орыс сыныбы. Сол қазақ сынып, орыс сынып салған кезде қазір таңда 6 үміткеріміз бар, алтын белгіге деген. 9 неміз бар, үздік аттестаттарымыз бар. Жетістігіміз айтарлықтай жақсы. Аудандық, облыстық олимпиадалардан оқушыларымыз жоғары нәтиже көрсетіп, Ким Алена деген қызымыз облыстан қазір жүлделі орын алып, ол да ауданға алып отыр. Ол көркем еңбекпен, қол өнерден жақсы жаңағы суретші неміз. Қазіргі таңда былайша айтқанда балалардың былай білім алуына былайша кедергі жоқ. Барлық жағдайды жасаған үкіметіміз. Жағдай жасалған ғой жалпы. Жағдай жасалынған. Кемшіліктер болмаса жетістіктеріңіз. Бізде мына осы жаңа мектепке кіргелі 2020-да кіргенбіз осы корпусымызға жаңа. Сондықтан сол кезде бізге барлық информатика, химия, биология кабинеттерінің бәрін өзінің жабдықтарымен берген. Интерактивті тақталар бар. Осы қазіргі таңда бізде білім алуға ешқандай кедергі келтіретін нәрсе жоқ. Одан келген барлығы. Балдардың білім алуына барлық жағдай жасалған емес. 2024 жылы қанша мұғалімді жұмыспен қамтыдыңыздар? 2024 жылы осы биылғы оқу жылында 4 мұғалім, 2 математик, бізде орыс сыныбында математика саласына бітірген тапшы болып жатты да, соған вакансия беріп, 2 жылдай күттік енді. Бізде жаман көп өйткені мұғалімдерге нагрузка болып кетті. Орыс сыныбына мұғалім жетіспейді, орыс сыныптарында. Сондықтан біз 2 математикадан алдық, бір үйірме жетекші, физкультурадан жас маман үйірме жетекші, бір ағылшын. Жалпы 4 мұғалім конкурс арқылы келді ме? Конкурс арқылы келді.